Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бізге Маяк ТВ айдары әрине жалғасуда. Бүгін біздің қонағымыз Мәдениет Медеуханова. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Бүгін біздің сұрағымыз жас мамандарға арналады. Бізде жас мамандар апталығы жалғасуда. Және де сізге қоятын сұрағымыз, болашақ жас мамандарға қандай өзіңіздің тілектеріңізді білдіресіз? Мен енді қазір облыстық білім қызметкерлерінің ардагерлер кеңесінің төрайымы болып қызмет етемін. Ол білім басқармасының жанында құрылған. Сондықтан бізде үлкен бір жоба бар, өсиет тәлім тәрбие деген. Сонда мамандығым, мақтанышым деген жас ұстаздармен бірге жұмысымыз бар. Сонымен қатар біз фестиваль өткіземіз. Талантты ардагер, талантты жас ұстаз деген. Яғни оның айтқым келіп тұрғаны ардагерлер мен ардагер ұстаздар мен жас ұстаздардың арасында байланысты құруға мен үлкен жұмыс жасап жатырмын. Сондықтан қай жерде болса да, қай қызметте болмасын, жас ұстаздарға аса мән беріп, көңіл бөліп, тіпті осы Жарма ауданы білім бөлімі басшысы болып 5 жыл жұмыс істегенде жас ұстаздар форумын өткізетін жыл сайын. Ол жас ұстаздардың форумы жай ғана жинап қана жиналыс өткізбей, біз жаңадан келген ұстаздарға күнделікті сабақ жоспарын қалай болу керек, тәрбие жұмысын қалай жұмыс істеу керек, одан басқа да біздің ұстаздық жұмыстың қыры мен сырын меңгеру үшін мықты ұстаздар мен шебер мектептерін өткізетінбіз. Сондықтан жас ұстаздар қашанда болса біздің назарымызда. Енді осы Маяковский атындағы ұстаздар қауымы әрқашанда өздерінің білімділігімен, біліктілігімен, парасаттылығымен бізге көзге түсіп жүретін бір үлкен өнегелі білім ордасы. Бұдан шыққан қаншама ғалымдар бар, қаншама бізде мықты түлектер бар, әр салада жұмыс істейтін. Сондықтан жас ұстаздар да міне осы мектепке келіп, тәлім тәрбие алып, үлкендерден үйреніп, мықты ұстаздар болып қалыптасып жатыр. Бүгінгі көрген ардагер ұстаздардың көпшілігі осы мектептен жас ұстаз болып келген әлі есімде. Сондықтан жас ұстазға дейтінім, ең бірінші үлкендерден өнеге алу керек, үлкен мұғалімдерден үйрену керек. Әр мұғалімнің өзінің жеке қасиеті бар, жеке жақсы әдіс тәсілі бар, соны үйреніп, біреуден үйренгеннен ешқашанда жалықпау керек. Одан басқа да өзі де қазір интернеттен қаншама жақсы жаңа технология бойынша әдістер бар, соларды үйрену керек. Яғни бір сөзбен айтқанда мықты ұстаз болып, үлкен ұстаз деген атаққа ие болып, сондай ұстаз болып қалыптасу керек. Сондықтан жас ұстаздарға тілейтін ең бірінші әрине денсаулық, амандық, одан кейін жанұялық бақыт, содан кейін еңбегінің жемісін де көре берсін. Еңбегінің жемісі деген әрбір оқушысының жемісі. Әрбір оқушысы мықты, өзіміздің еліміздің патриоты болып, адамгершілік қасиеті мол болып, мейірімді болып, парасатты болып қалыптасса, сол бойына Абай атамыз айтпақшы, бір кірпіш болып дүниеде өз өмірін тапса, қаланып, сонда ғана әрбір мұғалімнің жүрегі өзі сондай жүрегі тыныштау, сондай өзінің еңбегіне қанаттанады. Сондықтан сәттілік тілеймін жас ұстаздарға. Өте керемет. Бүгінгі сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Мектебімізге қош келдіңіз. Рахмет. Рахмет сізге.